Сәлеметсіз бе? Бүгін асқабақпен бауырдан жасалатын котлет жасайтын боламыз. Оған керек заттар: жарты асқабақ, кішкентай асқабақтан 2 жуа керек болады. Және 1 чеснок қосып жіберсеңіздер болады. Одан кейін бір қойдың бауырын өстіп кесіп дайындап аласыздар. Мясорубкіден өткізуге ыңғайлы алып, жарты шай қасық бұрыш, 2 жұмыртқа, 1,5 қасық тұз, 1 үлкен стакан су дайындап аласыздар. 1 кесе ұн, сұйық май жарты кесе. Осыларды дайындап аламыз. Одан кейін мясорубкіден асқабақпен бауырды жақсылап тұрып өткізіп аламыз. Бәрін осылай дайындап аламыз. Бұл рецепті менің енемнің рецептісі өте керемет. Дәмі өте керемет болып шығады. Үйлеріңізде бауырдан жасайтын болсаңыздар, асқабақ алып, қосып сықайтып жасап жіберсеңіздер болады. 1 штук чеснокты да қосып жібереміз. Чеснокты өздеріңіздің ұнататындарыңызға қарай көптеу қосуға да болады. Өте керемет болып шығады. Осылай жасап берсеңіздер, балаларыңыз күшті болып жейді. Одан кейін барлық қоспаларымызды қосып аламыз. Жұмыртқамызды саламыз. Дайындап қойған қоспаларды біртіндеп араластырамыз. Тұзды саламыз. Тұзды да татымына қарай өздеріңіз салуға болады. Одан кейін бұрыш саламыз. Қызыл, қара әртүрлі бұрыш сала беруге болады. Бұрыш салмаймын десеңіздер де болады. Су құясыздар. Бәрін біркелкі болу үшін араластырып жіберіп, өстіп суды құйып аламыз. Осы 1 стакан су кетеді түгел. Және оған сұйық майымызды қосамыз. Мен ешқандай сүт қоспайды екен, кейбіреулері сүт қосады екен. Сүт қоссаңыздар да болады судың орнына. Бірақ мен сумен жасаймын. Одан кейін ұнды қосасыздар. Өстіп жақсылап салып, ұн ешқандай іртік болып қалмау үшін жақсылап тұрып араластырып аласыздар. Өстіп араластырып алғаннан кейін осындай масса пайда болады. Осы массаны жақсылап араластырып алып, отыңызды, газыңызды жағып жіберіп, табағына қойып, жақсылап өстіп құйып пісіріп аласыздар. Менде керемет болып шықты. Көремін, өзіңізге қарай кішкентай, үлкен қылып әртүрлі жасай бересіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Менің парақшама тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер.